Сәлем ютубтағы оқырман, бүгін сіздердің сұраныстарыңызға байланысты жилетканы тігіп үйрететін боламын. Воротникпен трикотаж матасынан қартыладым. Мынау кромкасын мен алып тастадым уже. Кромкасын кесіп тастайсыз. Мына бойы, мынау ені. Екі бүктеп аласыз. Мынау бүктеу жағы. Мынау артқы лек аламыз, алдыңғы лек аламыз. Алдында королевский шов түседі. Мына жерден екіге бөліп, екі бөлгеніңізден 2 см көтеріп, линейкамен сызасыз да, 1,5 см көтеріп, королевский шов істеп аласыз. Алдында выточка жоқ, өзі беремін. Егер сізде притальный болса, алдында выточкасын қыласыз. Боковойдағы арқасында аңғылдық, чтобы арқасы кең болып тұрмау үшін бір-біріне айқасып и байланатын болады. Бірінші мына жағын кесіп аласыз, түзулеп. Кесіп алдым. Түзу қылып, выточканың түбіне әкелесіз. И мына выточканы жабасыз. Қаласаңыз клеймен, мен негізі скотчпен жауып істеймін. Мына сызықты, мына сызығына әкелесіз. Я жаны алып тастайсыз. Выточкаңызды қалай қолдансаңыз да болады. Қаласаңыз мына жақтан 5 см түсіп, обычный қылсаңыз да болады. Жоғарыдан мына жақтан 4 см өтіп, желкеден выточканы түсірсеңіз де болады. Негізі бізге королевский шов істейтін болғанбыз. Міне. Сызғанымызды кесіп алдық. Бұл алды своротник. Алдына айқастыратын размеріні, мына размермен бірдей қыласыз. То есть белдегімен 10 см, тірісімен 11 см қыласыз. Белгілеп аласыз. Жилеткаңыздың ұзындығына өлшеп, белден төмен қанша түсіретініңізді көресіз. Бізде 70 см болатын ұзындығы жилетка. Сол үшін белден төмен 25 см. 25 қайыруымен 27, 2 см қайыру алдым. Может, ұзын болып қалуы да мүмкін. Кішкене шамалы ұзындығы жилетка. Ұзын болса қысқарта саласыз, иә. Бұл астарымен болған үшін бұған әзір дублерін жабыстыратын боламыз. Алдыңғы бірінші деталыңызды қоясыз. Мынау айқасатын жері. Айқастырамыз бұны. Осыны бірінші сызып аласыз. Алдыңғы мойнынан 2 см көтердім. Еще больше шамал көтерсеңіз болады. Воротник жоғарыдан болады. Желкеге 1 см запас бересіз. 0,7 берсеңіз болады. 1 см запаспен түсіресіз. Сосын мынау алды белге дейін айқасқаны үшін біз мына жерден воротникке аламыз. Воротникке көп емес, біз 7 см аламыз. 7 см бүйтіп қосып, осыны алып тастайтын боламыз белге дейін. Бұл воротник былай айқасып ашылады. Мына воротник, мынау заход. Бірге айқасатын несі. Осылай белені қоясыз. 1 см запас қалдырып, экономия етіп қиыңыз, иә. Бұны да сызып аласыз. Алдында выточкасы жоқ, себебі жүкті әйел. Қаласаңыз притальный істеуіңізге болады. Тура осын притальный істеу үшін белдегі выточкаларды шығарасыз. Мен запасты 2,5 см қоям боковойға всегда. Вдруг не болып қалса, мата кіріп кетсе, сізге жақсы болады. 27 см длина қағамыз, ұзындық 1,5 см белден көтергеніміз, себебі екі жан түсіп қалмау үшін, иә. Осылай. 1 см запас бересіз. Тоже міне 1 см. 0,7 қолтыққа бересіз. Бұл алдыңғы жағын сызып алдық. Алдыңғы деталь, енді артыңғы детальді көрсету үшін кішкене былай істейміз. Біз былай қиюымызға да болады, бірақ бүксеміз сыймайды. Сол үшін біз былай экономия етеміз. Мата тауланбаса, осылай айқастырып қиюымызға болады. Ол үшін бел сызықтарына растяжка бересіз, что бел сызығы қайда тұрғанын білуіңіз үшін. Артта ешқандай тіріс болмайды, тек выточка болады. 1,5 см көтерілген жері и белінің сызығын растяжка бересіз. Осыны материал арқасына тақап келесіз. Жоғарыдан 1 см түсіріп, осылай қойып. Сызып аласыз. 2,5 см запас қоясыз. 27 см длинасыны бірінші текіс қылып өлшеп аласыз. Міне. Түзу өлшеп алдық. И осыны мына жақтан өлшейсіз, шығарып тастайсыз. Міне дайын болды. Енді мына выточкаларыңызды сызып аласыз. Арқа чуть притальный болып тұрған дұрыс, арқасы қопал болып тұрса, келіспей қалады. Мына жағына воротник аламыз и байланатын пояс аламыз. Бұл подкладым. Подкладты тап осылай қиып алатын боламыз. Мен ол бетіне выточкаларымызды өткіземіз. Барлық көйлектерде көріп жүргенде тап солай өткізесіз. Қалай бар, солай қиып аламыз. Мына воротниктікі, не көрсетемін. Белдікі кішкене растяжка беріп қоймыз, осы жерге не қоямыз? Белдік байланатын. Бұл не үшін қия алынғанын қазір түсіндіретін боламын. Былай бетіп қайырылғанда воротнигіміз кішілеу болу үшін. Мына жақтан жоғарысын аламыз. Мына бетке кусок бар бізде. Яқтан сантиметр міндетті түрде. Беліне растяжка береміз. Кішкене берсеңіз болды. Яқтан кішкене растяжка бересіз. И алдын бош қиып аласыз. Растяжка бересіз, міндетті түрде. Бұл арты. Бұл алды бір-біріне айқасады, мына воротнигімен. Енді бұған астар қиып алатын боламыз сразу. Мына выточкасын на бетке өткізіп сызып аласыз. Арқасына 2 см запас қоясыз. Стрич материал созылса тақылып қалмау үшін. Міне, тура осылай сызып алсаңыз. Міне, бұны жәулік қылып қиямыз. Только мына выточкасын ғана алып тастайсыз да, выточкасын ғана тіге саласыз. Арқасына кішкене запас бересіз. Тура өзіндей қиып алыңыз, артығын потом алып тастайсыз. Тура қалай бар, солай астарын кесіп аласыз. Мына қиып жатырмыз. Мына выточканы былай тігесіз. И мына жаға қоятын подкройдың есебін алып тастайтын боламыз. И мына арқасы, белдің растяжкасына белгілеп қойыңыз. Мына аралыққа дейін тігіп тастайсыз. И мына аралыққа дейін тігесіз. Осы аралық свободно қалу керек. Енді выточкаларын на бетке өткізіп сызып аласыз.
мына дублерин клейші ететін жағынан қисаңыз да болады, сыртынан қисаңыз да болады. Мына клей ететін жағы, мына бойы, ені бойына қойғаныңыз идеальны. Қара болса қара қылғаныңыз дұрыс. Қараға ақ қылғанда болады, ішінде көрінбейді. Но петля ашатын болсаңыз өте жаман көрініп қалатын болады. Соның үшін қараға қара қойғаныңыз дұрыс. Тек алдыңғы жағына, арт жағына после примерка жабыстыратын боласыз. Арт жағына полный жабыстырылмайды, тек алдына полностью жабыстырылатын болады. Форма ұстау үшін. Мына қиып алдық, дайындап алдық. Мына беті дублерин, заклейший беті, мына дублерин. Потом материалыңыздың тескері беті, мына оң беті, мына тескері беті, бір-біріне қойып үтіктейсіз, сонда жылжып кетпейді, формасы өзгермейді. Просто қоясыз. Просто қойып, міне паршалайсыз. Міне. Жылжытпайсыз. Тұрған орнында қимылдатпай осылай жабыстырып шығасыз. Енді екінші бетін аударасыз. Полы жабысқалды, жоқ екінші беті бұл. Тоже осылай қойып қоясыз. Суғанша тиіспейсіз, ровно тегіс жерде жатсын. А то суымаған кезде қалай қисық бар, солай сынып қалады мата. Соның үшін түзу жерге қоясыз да екінші деталін жабыстырасыз. Екіншісінде тура солай жабыстырып аласыз. Тек алдыңғы ғана бетіне, артындағысына жабыстырылмайды. После примерка жабыстырамыз. Примерка жасамайтын болсаңыз, етегіне, желкесіне, қолтығына ғана жабыстырылады. Ал арқа детальда полный жабыстырылмайды. Енді екінші бетінде тап солай жабыстырасыз. Жақсылап жабыспаса, пузырик болып арасында пузырик қалып қояды. Сол үшін міндетті түрде асықпай, ерінбей, жақсылап жабыстыруға әрекет жасаңыз. Жабыстырған соң түзу жерге қойып қоясыз. Майыспау керек, түп-түзу тұру керек. Жабыстырғанымыз уже сауыды ашасыз. Артық дублериндеріңізді кесіп тастайсыз. Сосын тағы бір жақсылап үтіктеп алып, тігетін боламыз. Әзімдеп үтікті басып. Болды, тігуге дайын.